Сәлем достар, менің есімім Мадина, менің каналыма қош келдіңіздер. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Біз осындай қып-қызыл персиктарымызды жақсылап жуып аламыз. Осылай 2-3 қайтарып жақсылап жуып аламыз персиктарымызды. Осы персиктарымыздан мохито тәріздес қазір қысқа компот жабатын боламыз. Персиктарымызды жақсылап жуып алдық. Енді цитрус жемістерімізді, мятамызды қайнаған суға кішкене салып қоямыз. Апельсиніміз бен лимонымызды да су құйып осылай кішкене салып қоямыз. Қақпағын жауып қайнаған суға. Өйткені микробтары өлу үшін барлығын осылай салып, жылы суға бетін кішкене жауып қоямыз. Енді қайнап тұрған шайнегімізге қақпақтарымызды салып қоямыз. Қайнай берсін, қақпақтарымыздың микробын өлтіру үшін. Мына жақта суымыз қойып қойдық газ компотқа. Осылай банкаларымызды булаймыз, қақпақтарымды шығарып қойдым. Мына жақта суымыз. Осылай енді цитрус жемістерімізді, апельсинімізді осылай турап аламыз. Апельсинді осылай тураймыз, лимон барлығын осылай турап аламыз. Қазір банкаға салатын боламыз. Осылай жабамыз банкамызға. Осылай барлығымызын шайытып кесіп аламыз. Дөңгелек етіп. Бізде 1 лимон жетеді. Әр банкаға 1 данасын ғана қосамыз. Осы кескен домалақ лимонымыздан, апельсиннен 2 дана қосамыз. Осылай елерін алып тастаймыз, ішіндегі дәндерін. Әр банкамызға осылай салып аламыз жемістерімізді. Бұл қайнап дайын тұрған банка. Уже булап буға микробтарын өлтіріп алдым банкаларымның. Енді осылай ішіне жемістерімізді саламыз. Әр банкаға 2 неден салдым, апельсиннен, лимоннан 1. Барлығын осылай салып аламыз. Көріп отырғандарыңыздай өте дәмді болып шығады. Қыста рахаттанып отырып ішесіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Өкінбейсіздер. Осылай мятамызды да салып аламыз. Мятамызды салып алдық. Енді қантымызды саламыз. Бірінші әрқайсысына 1 стаканнан салып алдым. Әрқайсысына 1 стаканнан салдым. Одан кейін жарты стаканнан салатын боламын. Барлығына 1 стаканнан өлшеп салдым. Енді тағы да саламыз. 1,5 стакан саламын қанттым. Осылай қысқа өте дәмді болып шығатын компот жабамыз. Тағы да жарты стаканнан қант салып, қақпақтарын жауып қойып жатырмын. Енді қазір суымызды құятын боламыз. Енді суымызды құюға кірісеміз. Мен қайнап тұрған суымды әкеліп алдым жаныма. Енді банкаларымызға ақырындап құямыз. Осылай көріп отырғандарыңыздай банкамызға суымызды құйып аламыз. Сосын сразу қақпағын жабамыз. Барлығына осылай құйып аламыз.
көріп отырғандарыңыздай араларынан жайлап ауалар шығып жатыр жемістердің. Осылай барлығына су құйып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Дәмі керемет, тура мохито сияқты болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді осылай қақпақтарын жауып аламыз. Жауып осылай төңкеріп қоямыз. Төңкеріп қою міндетті түрде төңкеріп қоюымыз керек. Жауып алдым. Енді осылай әрі-бері айналдырып қантын кішкене түсіріп жібереміз, ертіп. Осылай айналдырып жібереміз, жерге дөңгелетіп. Осындай болып шықты. Өте дәмді болып шығады. Сіздерге де кеңес беремін жасап көруге. Маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.